Мен өзімнің үшінші суретімді Әбіш Кекілбаевтың «Бір шөкім бұлт» атты шығармасына арнай отырып, бұл шығарманың қысқаша мазмұнын түсіндіріп кетсем. «Бір шөкім бұлт» Әбіш Кекілбаевтың 1965 жылы жарық көрген шығармасы. Аға жеңгелерінің көз алдында өскен, оларға деген сағынышын, сүйіспеншілігін білдіре жазған бұл шығарманың есейген Әбіштің көңілін көруге болады. Оқиғаның желісі бойынша сын соғыс сыйлаған сайқал дерт аққаймақтың жан дүниесін жеп сырқатқа шалдырықтырады. Өмірдің еш қызығын көрмеген 12-де бір гүлі ашылмаған талдырмаш аурудың әкесі соғыста жан тапсырып, тағдырының жесір атауын еленген анасы құсалықтың кесірінен өмірден ваз кешеді. Сөйтіп қосылған ері майданда қаза табады. Қорытындылай айтқанда, «Бір шөкім бұлт» қаламгердің соғыс кезіндегі тылдағы еңбектегі адамдардың баладағы соғыстың ұрпағынан балаларға қойылған ескерткіші. Анау бір жылдағы маңдайымыздың сыйлаған мейірбан жеңгелерінің бұны сіздерге еншілегені, әлі күнге дейін көңілінің бір түрінде сығалап тұрған жада үйі жарық өкпе болса да, айрықша аяулы балалық шағын бұл саған ескерткіш, деді Әбіш Кекілбаев.